Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз жақсы ма? Аллайма қотатайлаған мен есен ба? Біраз адам жазады, тісің салдыра басайды деп ше. Енді қу дүние болып тұр, қу дүние. Жетпей қалып жатыр, тіске келгенде бітіп қалып жатыр ақша деген сияқты ғой. Салдырармыз. Бас аман болса, тіс өсер. Жапонияда тіс шығаратын дәрі шығып дейді, егер мүмкіндік болып ақша жетпесе соны аламыз деп көреміз. Қайсыздар, жақсыздар ма, денсаулықтарыңыз қалай? Аулаймақ бота тайлағанман есен ба. Енді Ресей мен Украинаның арасында қақтығыстарды айтып кетейін деп тұрмын. Одан кейін айтам қазір не болса да. Ресейдің телеграф арналарының хабарлауы бойынша осы 4 жылдық соғыста Украина 2.400.000 әскерінен айырылды деген ақпаратты айтыпты дейді. 2.400.000, бірақ соғыс кезінде ешқандай ақпараттарды анық-қанығын біліп айта алмайсың. Барлығы жобамен айтады. Енді бүгін мен телеграф арналарға, Ресейдің арналарына енді мүмкін өтірік істемей, былай айтқандаршы. Соғыста болып жатқан ана өлді, мына өлді деген ақпараттардың барлығын тексеріп өте қиын, бірақ көбісі жобамен айтады, сөйтіп айтыпты. Одан кейін Трампқа бір жиналыста сұрақ қойыпты бір журналист: сіз қазіргі Украина мен Ресейдің арасындағы соғысты қалай бағалайсыз? Украиндіктер жеңіп жатыр ма десе, Украина халқы өте өр мінезді халық екен. Мен бұлай Украина халқы төтеп береді деп ойламадым. Зеленскийдің әскері, Зеленскийдің адамдары, Зеленскийдің әскері, Украинаның әскері, Зеленскийдің адамдары, Украинаның адамдары, әңгіменің ашығы өте ер мінезді. Біздің тілмен айтқанда қалай айтсам екен, отан үшін отқа түс күймейсің деген нәрсені көкіректеріне құйып алған әскерлер адамдар екен украиндіктер. Өліспей беріспей жатыр. Мына соғыста қазір әңгіменің ашығы Украинаның жағдайы жақсы болып тұр, бірақ өте көп адам өліп жатыр деді. Енді Трамп бүйтіп айтқан соң, енді Трамптың беті бері қарады деген сөз ғой. Бұның алдында Трамп: ойбай, Украина жеңіліп жатыр екен, бересіздерші, сөйтіп соғысты бітіре салайық деген әңгімелер айтып жатқан еді. Осы G7 Францияда өткен G7 жиналысында, ол жерде бейресми ақпараттарда есіктің арғы жағында келісті барлығы дейді. Украинаға көмек түсеміз, сендер бізге орнымыз болғасын. Енді Америка еуропалық достарына айтқан еді, елдерге: орнымыз болғасын ұстап тұруға сендер көмек түсесіңдер, мен Зеленский Украинаға көмек түсем деген әңгімені айтып. Не болса да Американың басшысының украиндерге деген көзқарасы оң болып тұр ғой, не болса да. Одан кейін мынандай әңгіме болып жатыр. Енді мен ойлаймын, бұл нәрсе Ресейдің айналасындағы елдердің халқының көзін сәл-пәл ашып кететін жағдай ма деп ойлап тұрмын. Неге десеңіздер, бейресми ақпаратта, ресми ақпараттарда да, бейресми ақпараттарда да қазір Ресейдің бір бауырымыз айтқан еді, қай ел соғысты бастайды, сол ел соғыстан жеңілу қаупі өте жоғары, және де соғысты бастаған елге соғыс өзі қайтып келеді деген. Қазір Ресейде күнде жарылыс болып жатыр. Ресейдің бір 50 аумағында, қателеспесем, әскери салаға керек отын жарақ, бензин, соляркілер, халыққа керек соляркілердің барлығы жетіспей жатыр. Бір аналар шығып айтып жатыр: ой, барлығы жетіп жатыр, ай 92, 95, ойбай, Ресейдің заправкаларында толып тұр деп. Енді толып тұрған шығар, бірақ бір жерлерінде жоқ болып жатыр деген әңгіме шықты. Және де дейді, енді Ресей мынандай бір шектеу қойды дейді. Анау бір облысының атын ұмытып қалдым енді оны. Ресейдің ішінде ғой, енді Ресей бір облыстарына сыртқа бензин сатуды тоқтату мәселесін енгізді дейді. Және де дейді, көрші елдерден осының алдында Мария Захарова ма, сол айтқан еді. Оны біреулер жасанды интеллект деді, біреулер шын деді. Енді оны мен тексермедім, бірақ шын сияқты. Қазіргі әңгімеге қарасаң, Қазақстанның 50.000 тонна АИ-92 маркалы бензинді әскери салаға қолданатын
жанармайга ауыстыруу маселесин ұсыныпты дейді. Бірақ біздің сыртқы істер министрлігі дейміз ба, олар бұндай әңгіме әлі келген жоқ дейді. Және де бағана бір орыс блогер айтып шығыпты, ол жер айтады, Ресей дейді бензин өндіру қуаты 100 болып тұрса, қазір сол 100 емес 75-80%-ға түсіп кетті. Сондықтан өте қиын болып жатыр. Және де Индияға олар мұнай сатып, өздерінің мұнайын өндіріп, Индия қайтып Ресейге жанармай сатайын деп тұрған мәселе көтеріліп жатыр дейді. Енді мен неге бұны Ресейдің жан-жағындағы майда елдердің халықтары мүмкін ояну мүмкін, өздерінің пікірлерін айту мүмкін деп жатыр деп айтсаңыздар. Ресей әңгімен ашық қолын жайып тұр ғой. Бензиннен көмектессеңдер, анадан көмектессеңдер, мынадан көмектессеңдер деп. Егер біздің ел, біздің көрші елдер бензин беретін болса, ол халқының қалтасына да ауырлық түседі. Халық енді ұйықтап қалып, ойбай, мемлекеттің басында отқан қызметкерлер өздері шешсе болды деп үндемей қалмаса, көкірегі ояу, енді аузында тілі бар адамдар, мен ойлаймын, сөйлейді деп ойлаймын. Ресейге соғысты бастады. Ресейге ешкім басып тұрған жоқ, өздері бастады, енді өздері аяқтасын. Біздің бензиніміз сатып, халыққа шығын келтірмеңіздер деп айтады деп ойлаймын. Өзім де көлік айдаймын. Сондықтан біраз елдің қытығына тиетін сияқты, біраз елдің, егер Ресей жан-жақтағы елдерден, Қырғызстаннан, Ресейде, Өзбекстаннан, тағы СНГ елдерінен, Қырғызстаннан, Өзбекстан, Қазақстан, Тәжікстан, тағындай ел. Сондай елдерден бензин алатын болса, ол жерде бензин тапшылық болады. Сондықтан бензин көтеріліп кетуі мүмкін. Егер ондай болатын болса, халық қазіргі биліктің әңгімен жағасына лайын деп тұр ғой. Өз халыққа жеткізе алмай жатқан бензинін жағып берейін деп жатырсыңдар дейді. Бірақ бұны біздің сыртқы істер министрлігі деп айтайықшы, бұндай ұсыныс келіп түскен жоқ дейді. Ондай бір сыбыс болып жатыр дейді. Бана Азаттық арнасы да сондай видео шығарыпты. Бірақ біздің билік өкілдері ондай ұсыныс келмеді Ресейден деген әңгімеден қайтпай тұр дейді. Енді не болса да оңай болмай тұр. Зеленский айтпақшы, бізге 2026-ның қысы қандай қиын болса, егер мынау соғыс бітпейтін болса, кім айтты ғой? Путин 1-2 күн алдын мекен, бір аптаның арғы жақ бергі жағында біз Украинамен соғысты бітіру үшін келісімге келуге дайынбыз, Европа елдері отырса отырсын, бірақ біздің шартымыз бар деп. Ол шарт қандай шарт? Біздің шарттарымызды қоямыз деп. Сол бұрынғы шарттары болатын болса, онда оған көнбейді әңгімен ашығы. Жалпы тыныш тұрған бүркітті көтінен үркіт деген әңгіме болып тұр ғой. Тыныш жатқан елге өздері Путин өзінің әскеріне же болмаса өзінің қол астындағы адамдарға қатты сенді. Қорғаныс министрі Шойгу болсын, Шойгу оның астындағы адамдарға болсын, әскеріне болсын, қаруына болсын, қатты сенді. Ойбай, біз басамыз. Және де оларда мынандай бір түсінік болды деп ойлаймын. Украина бір жай ғана ел, енді жер көлемі енді онша үлкен емес қой, бірақ халқының саны қателеспесем 40 миллионның арғы жақ бергі жағында халық бар еді. Қазір оның қаншауы қалды, қаншауы елден соғыс жағдайында кетіп қалды белгісіз. 30-40 миллион халқы бар адам ғой енді. Жер кішкентай болғанмен халқы көп. Барамыз да баса қаламыз. Ана журналист айтпақшы, Киевте обед ішеміз, жетті Гамзановтың концерті одан кейін отбой. Киев не ол, Киев, Украина деген не ол, 2 күнде ала саламыз деген, 3 күнде ала саламыз деген әңгіме болып өтірік болып қалды. Путин қатты сенді. Қағаз күйінде оған жақсы әңгімелер айтқан әңгімен ашықшы. Ой, барамыз біздің алдымыздан. Украина билеп қарсы алады, біз кіреміз де шығамыз. Деп сөйтсе, билеп қарсы алмайды екен, әлі билемей жатыр, билетіп жатыр деген сөз ғой. Жалпы сондай. Егер Путин кететін болса, біраз адам өзімен қосақ Путин деп тұр ғой, әңгімен ашықшы. Біраз адам Путинді күтіп тұр, әңгімен ашық. Путинді күтіп тұр ау. Болмаса Путин ақылға келіп, ойбай, болды деп соғыс тоқтатты. Және де бағана мынандай бір ақпарат шыққан. Және де бағана емес, бір күн бұрын шыққан ақпарат қой деймін.
Бұның алдында айтқан едік, ковид мәселесі көтеріліп жатыр. Егер ковид мәселесі көтеріліп, ковид, коронавирус мәселесі көтерілетін болса, сол коронавирус кезінде қаза тапқан адамдарға Қытай төлемақы төлеуі мүмкін деген әңгімені Американың билік өкілдері әңгімені жай қыздырып жатыр деп. Егер ол шын болса, онда Ресейді Украина мен Еуропаға қалдырып, Америка Қытаймен сысайын деп тұрау деген әңгіме айтқан едік. Енді Қытай компаниясының санын ұмытып қалдым. Американың 45 компаниясының тауарын алмаймыз деп бас тартыпты деген ақпарат шықты. 45 компания. Енді Американың компаниясы ол жаққа барып бір пластмасс, анау-мынау сатпайды. Олар енді техникалық тұрғыдан чип, анау-мынау енді бір мемлекетке керекті заттар сатады. Мысалға енді әлемдегі бірінші дамыған ел. Солардан бас сатамыз деп айтыпты. Же болмаса сауда соғысы әлі болып жатыр. Же болмаса шынымен соғыс болады. Путин бір жақта, Владимир мен Путин бір жақта, Владимир Зеленский мен мына жақта Трамппен шиыстасайын деп тұр әңгімені ашық. Жалпы сондай. Егер Трамппен Америка мен Қытай ыстасып, енді соғыс болмасын ғой, ішерде соғыс болмасын. Соғыс болып кетсе, соғыс кезінде Америкада сайлау болмайды, мен қайта айтпасам. Тағы 4 жыл Трамп тағы отырып қалуы мүмкін. Егер Трамп Қытаймен арадағы қақтығыс басталып кетіп, енді басталмасын ғой, онда оны түбіне дейін жеткізіп барып президенттіктен кететін шығар деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Ресей не болады? Украина не болады? Қазақстан не болады? Қытай не болады? Әңгіменің ашығы екі жақтағы көршілеріміз ыстық болып тұр ғой, ыстық болып. Кім күйеді, кім күймейді белгісіз.